Түс ауа күн сәулесі перде арасынан сығалап, Сәнияның шағын ғана киім тігу және жөндеу шеберханасының ішін жылы нұрға бөлеп тұр. Ауада ұсақ шаң түйіршіктері баяу билеп, жарықта күмісше жарқылдайды. Қыз тігін машинасының алдында иіліп, өлшеммен белгіленген жаңа үлгі бойынша жұмыс істеп отыр. Бүгін келушілер тым аз еді. Сәния қолын тоқтатып терең күрсінді. Көз алдындағы сүйікті тігін машинасын сипап қойды. Көрікті, жаңа, несиеге алған. Бірақ әзірге өзін ақтамай тұр. Пайда жоқтың қасы, шығын да зор. Ол мұндай тағдырға көнгендей, үнсіз сабырмен отыра берді. Сол сәтте есіктегі қоңырау сыңғырлай дір етті. Есіктен сәнді киінген, өзіндік талғамы бар Бикеш кірді. Сәния еріксіз оның түріне таңырқай қарады. Мұндай сымбатты, жарқыраған Бикеш бұл елеусіз жұпыны шеберханаға қалай жол тапқан екен? Қысқартасыз ба? Деді қонақ, көзін айнала тастап, шағын бөлмені сынай шолып. Иә, әрине, деді Сәния басын изеп. Мынаны 2 сантиметрге қысқарту керек, деп Бикеш оралған киімнің түйінін үстелге қойды. Ұзаққа созылмай ма? 15 минуттай, деді Сәния қағазды ашып, қыстырылған түйреуіштері бар ерлер шалбарының балағын тексеріп. Тезірек болыңыз, уақытымыз, деп клиент сыртқа шығып кетті. Сәния бірден іске кірісті. Әр тапсырыс үміттің бір сәулесі, әр тиын өмірдің қажеттісі. Кенет есік саңылауынан темекі түтіні сіңіп келді. Сәния жөтеліп тұрып, сырттағы адамға ескерту айтпақ еді. Дәл сол сәтте клиенттің телефоны шыр етті. Сырттан Бикештің тәтті бірақ тәкаппар үні естілді. Зурабик, қымбаттым, менің қайда жүргенімді елестете алмайсың. Солярийден кейін үлгермей, бір тышқанның ініне келдім. Ана баланың шалбарын қысқарту керек. Ана рөлін ойнап жүрген жайым бар. Бұл сөздерді естігенде Сәнияның беті ду ете қалды. Өзінің кішкентай ательесін қорлай айтқанын естігенде жүрегі сыздап кетті. Бірақ ол үн қатпады. Не пайда? Мұндай адамдармен дауласып не өңбек? Тапсырысты жоғалтуға болмайды. Тігінші әйел шалбардың балағын бұрынғыдан да ашулы түрде тіге түсті. Есіктің ар жағында тұрған тапсырыс беруші даусын бәсеңдетпестен жалғастырды. Ой, қойш сенде, әрине мен оны сүймеймін. Ол кенет жағымсыз күлкіге басты. Тіпті обал, ақмақ бозбаланы. Маған ессіз ғашық, итше еріп жүреді. Үнемі бір романтика ойлап табады. Таңнан кешке дейін сүйем, жақсы көрем деп миымды жейді. Жыныма тиіп болды. Бірақ жеңіс үшін неге шыдамассың, солай емес пе? Бейтаныс Бикеш аз кем кідіріп, арғы жақтағы әңгімесін тыңдап тұрғандай болды да, бәсең үнмен жалғады. Зураб, жаным, ол салыстыруға да келмейді ғой. Қайдағы еркек, нағыз ез ғой ол. Ол тағы да күлді. Бұл жолы еркелей ойнақы түрде. Зурабик, сотқарым менің, қызғанышыңмен мазамдалмаш, әрине мен сенікімін. Бұл әңгімеге еріксіз куә болған Сәнияның іші түршігіп кетті. Ол алданып жүрген аңғал жас жігітті аяп кетті. Адам өзіне сеніп тұрған жанды осылай қорлап, менсінбей сөйлегені қандай жеркенішті еді. Бірақ бұл әлі бастамасы ғана екен. Бикеш даусын бәсеңдетіп көрінбейтін әңгімелесушісіне сыр ашқандай сыбырлады. Мен саған айттым ғой, менің мақсатым сол желөкпемен жалған неке құру. Күтуде аз қалды. Ертең сөз салады. Артынша үйлену. Содан соң мен олардың отбасына кірем. Ақшасына да, беделіне де жол ашам. Ал менің менмендігімді білесің. Екінші орын менің орным емес. Ана бай әкесінің бизнесі ертең-ақ менің қолыма өтеді. Әйел мысықша созылып, қысық күлкімен сыбырлады. Содан соң менің бірінші және сүйікті орынбасарым кім болады деп ойлайсың? Иә, ақылдым менің. Тек қана сен боласың. Сәния жұтынып жіберді. Ол өз кәсібін жоғалтып алу қаупі алдында тұрғанын анық сезді. Ал бизнестен айырылудың не екенін жақсы білетін. Көз алдына тігін үстелінің жанында өткізген ұзақ күндері келді. Ол сол кезде жай ғана киім тікпей, өз коллекциясына арнап жаңа үлгілер ойлап табатын. Бір күні еңбегі еленеді деп армандайтын. Қанша күш, қанша үміт, қанша жүрек жылуын ол осы іске арнаған ешкім білмейтін. Егер біреу дәл осылай суыққанды, есеппен оның арманын, еңбегін тартып алмақ болса,
Ол мұны көтере алмас еді. Бұл ой оны қылыштай осып өтті. Санияның қолы өздігінен үстел үстіндегі түбіртектің біріне созылды. Ол жоғарғысын жұлып алып, қаламмен анық, батыл әріптермен жазды. Сіздің қалыңдығыңыз өзін басқа адам етіп көрсетіп жүрген алаяқ. Оған сенбеңіз. Қаламды қоя сала ол қайшысын алды. Жұмсақ жұқа матадан кішкентай жамау қиып алып, шалбардың ішкі қалтасының астарына ұқыптап тікті. Хатшаны сол жамаудың астына салып, шетін бірнеше тігіспен бекітті. Сәния дәл соңғы түйреуішті шаншыған сәтте есік шыр етіп ашылды. Түф, мұнда тіпті кіргіңде келмейді. Дайын ба? Ашулы түрде сұрады тапсырыс беруші. Қанша? Міне дайын, деді Сәния шалбарды ұстата беріп, Бикештің көзіне қарамауға тырысып. Бикеш ақшасын санап беріп асыға шығып кетті. Есіктің үстіндегі қоңырау соңғы рет сыңғыр еткенде, тігінші терең тыныс алды. Осындай адамдарда болады екен. Мен қолдан келгеннің бәрін жасадым. Енді тек тағдырдың өзі сол бейшараларды қорғасын, деп ойлады ол. Келесі күні тапсырыс мүлде болмады. Сәния терезе алдында отырып сыртқа қарап ойға шомды. Жалдаудың төлем күні таяп келе жатқанын біле тұра, не істерін білмей дал. Мүмкін осы айдың соңында бәрін жауып тастау керек шығар, деген ой қайта-қайта мазалай берді. Сол сәтте есіктен қоңырау шыр ете түсті. Есіктен ішке сымбатты жас жігіт кірді. Киімі ұқыпты, талғаммен таңдалған, қара шалбар, жұқа кашемир жемпір, астынан көрініп тұрған ашық көк көйлегінің жағасы, аяғында былғары лофер. Бір қарағанда сыпайы, нәзік жанды адам екені білінетін. Бірақ дәл қазір оның жүзі ыза мен ренішке толы еді. Айтыңызшы, деді ол табалдырықтан аттай бере амандаспастан. Менің шалбарыма жабыстырылған мына арам пәле хатты сіз жаздыңыз ба? Сәния дір етіп қалды. Кешегі еріксіз қадам мүлде ойынан шығып кеткен еді. Әрине ол алданған жігіт шындықты білсе екен деп тілеген. Бірақ біреу дәл осылай есігін қағып, есеп сұрайды деп мүлде ойламаған. Абыржып қалған қыз не істерін білмей, ең ақмақ сұрақты қойды. Кешіріңіз, шалбарға қатысты шағым бар ма? Бұл сөз оның жағдайын тіпті нашарлатты. Жігіттің жүзіндегі ашу ұлғайып, ол алға бір қадам басты. Шалбардың бұған не қатысы бар? Неліктен сіз менің қалыңдығым туралы сондай жексұрын өтірік жаздыңыз? Деп қыспақ қалды ол. Сәния енді жоққа шығарудың пайдасы жоқ екен түсінді. Ол терең тыныстап өзін сабырға шақырды. Мен ештеңе ойдан шығарған жоқпын, деді баяу, бірақ анық. Мен тек естігенімді жаздым. Кеше сол Бикеш сіздің болашақ жарыңыз, осында келіп сіз жайлы тым жағымсыз сөздер айтты. Жігіттің қарқыны бірден бәсеңдеді. Ол абдырап жанындағы орындыққа отыра кетті. Не деп айтты? Деді ол әлде сенімсіздікпен, әлде қорқынышпен. Сәния оның жүзіне қарап іштей аяп кетті. Бірақ енді тоқтау мүмкін емес еді. Әуелі өзіңіз айтыңызшы, деді ол батылданып. Менің жазғанымды қайдан білдіңіз? Мен ешқандай аты жөнімді де мекен жайымды да қалдырған жоқпын ғой. Жігіт мысқылдай жымиып қалтасынан бір жыртық қағазды шығарды. Міне, өзіңіз қалдырғансыз, деді ол. Сәнияның көзі бақырайып кетті. Түбіртектің шетіндегі жартылай жыртылған бөлікте шеберхананың мекен жайы анық көрініп тұр еді. Міне ақымақтық, өз қолыммен өзімді ұстап беріппін, деп ойлап үлгерді ол. Жасырынудың мәні қалмады. Сәния бар шындықты, кеше естіген әрбір сөзді баяу дауыспен айтып шықты. Жігіт үнсіз тыңдады. Бара-бара оның өңі бозарып, қолдары дірілдей бастады. Әңгіме біткен соң біразға дейін тырс етіп те дыбыс шығармады. Сосын кенет басын көтеріп қатқыл дауыспен айтты. Сенбеймін. Бұл өтірік. Баян олай істей алмайды. Бұл жексұрын жала. Бірақ оның көзіндегі сенім әлсіз еді. Бір ұшында күмәннің көлеңкесі жылт етті. Сәния не айтарын білмей қалды. Ол өз сөзін қалай дәлелдей алатынын ойланып тұрғанда, көзі кенет есік үстіндегі шағын елеусіз бейнекамераға түсті. Сол сәтте оның есіне түсті. Кеше ол камераны сөндірмеген. Міне дәлелі. Камера бәрін жазып алу керек. Жігіт селт ете қалды. Екеуі асыға ноутбукқа еңкейіп қажетті бейнені іздеп тапты. Экранда кеше болған көрініс жанданды. Сәнді киінген Бикеш, есігі сәл ашық шеберханада тұр. Телефонмен сөйлесіп күледі. Сол баяғы мысқыл мен суық күлкі.
Сәния бір сәтке жанындағы жігітке көз тастады. Ол сілейіп қалған. Иығы түсіп кеткен, көзі бір нүктеге қадалған. Үнсіз ауыр тыныстап көргенін қабылдауға тырысып отыр. Сіздің атыңыз кім? Ақырын ғана сұрады Сәния. Санжар, деп әрең жауап берді ол. Ал мен Сәния. Санжар басын көтеріп кенет орнынан атып тұрды. Бетінде үмітсіздік пен шарасыздық қатар ойнады. Бүгін, бәрі бүгін болады, деді ол күйзеліспен, екі қолымен шашын аудара сипап. Әкем бүгін мейрамханада кеш өткізеді. Онда достары, ірі инвесторлар, серіктестері жиналады. Сол жерде ол біздің құдалығымызды жарияламақ. Бұл Баянның қалауы болған. Ол бөлмені ары-бері кезіп жүрді. Дауысы дірілдей шықты. Енді түсіндім. Ол бәрін есеппен істеген. Әкемнің беделін пайдаланып, өз орнын нығайтқысы келеді. Құда түсу рәсімінен кейін оның сөзін бәрі тыңдайтын болады. Санжар тоқтап Санияға үрей мен үміт аралас көзқараспен қарады. Маған көмектесіңіз. Сіз ғана шындықты білесіз. Сізде бейне жазба бар. Қыздың жүрегін әлде бір суық сезім қарып өтті. Оқиғалар иірімі оны өзіне тартып бара жатты. Менің не қатысым бар, деді ол сескеніп. Міне алың жазбаны, өзіңіз апарып көрсетіңіз. Жоқ, бұл жеткіліксіз, деді Санжар ашулы түрде. Видео бар, бірақ дәлелге айналмайды. Ол сыртта тұрғандықтан кадрда бейнесі жоқ. Дауысы ғана естіледі. Ол бәрін жоққа шығарады. Бұл мен емес, монтаж, жала дейді. Маған тірі куәгер керек. Сіз сол кешке менімен бірге барып, оның дауысы екенін растайсыз. Сәния үнсіз қалды. Алдында тұрған жігіт емес, бүкіл дауыл, бүкіл қауіп көрінді. Бай, ықпалды адамдардың алдында осылай куәлік ету. Ол өз өмірін, өз ательесін ойлады. Көз алдына жаңа тігін машинасы, айдың соңында төленбеген жалақысы, несие қағаздары елестеді. Қыз терең демалып, ақырында шешімін айтты. Жарайды, Санжар, мен келісем. Бірақ менің жағдайым қиын. Менің шеберханам күйреудің азақ алдында. Мен сізге көмектесем, бірақ бұл көмек менің ісімді құтқаратын сыйақымен бағалануы керек. Құдай-ау, әрине, деп орнынан атып тұрды Санжар. Мен сізге шексіз ризамын. Жоспарды ақылдасып алған соң Сания қалың перденің аржағындағы кішкентай киім бөлмесіне өтті. Сол жерде бөгде көзден таса, ол киімін ауыстырды. Енді айна алдында тұрған қыз бұрынғы шаршаған тігінші емес, өз қолымен жасаған ғажайып туындысын киіп алған сымбатты ару еді. Жібектей төгілген матаның сызықтары оның нәзік дене бітімін айқындай түскен. Бұл көйлек оған басқа әлемнің есігін ашқандай әсер етті. Арманға толы, еркін, сұлу әлемнің. Сәния өз еңбегіне іштей мақтанышпен қарады. Ол бөлмеден шыққанда Санжардың көзі шарасынан шығып, ол тіпті тілінен айырылып қалды. Бұл ғажап қой, деп әрең демалды ол. Мұндай әсем көйлекті қайдан алдыңыз? Бұл қымбат сән үйлерінің туындысы ғой. Шынымды айтсам, осындай шағын ательеде осындай сән салтанатты нәрсеге жолығам деп ойламадым. Сания байсалды жымайып қойды. Бұл көйлекті өзім тіктім. Жас жігіт аң-таң болып біраз үнсіз тұрды. Сания сөзін жалғады. Тапсырыстар азайған уақытта мен өзімнің авторлық үлгілерімен айналысам. Арманым бір күні атақты сән үйлерінің подиумында өз коллекциямды көрсету. Қазір жағдай ауыр, бірақ мен соған қарамастан арманымнан бас тартпаймын. Тиын тебенімді жинап, коллекциямды толықтырып жүрмін. Бір күні сол еңбегіммен әлемді бағындырмақпын. Санжар сән әлемінен аздап хабардар еді. Сондықтан айтылған сөздер оны қатты қызықтырды. Ол Сәниядан басқа жұмыстарын да көрсетуін өтінді. Қыз мақтанышпен оны гардеробтағы қатар ілініп тұрған арнайы қаптарға салынған көйлектерге алып барды. Бірінен бірі әдемі, әсем үлгілер көздің жауын алады. Сәния, сіз мені таңғалдырдыңыз, деді Санжар шын ниетпен. Мұнда осындай дарынды шебер еңбек етіп жүр деп кім ойлаған? Кеш басталды. Қымбат шамдармен көмкерілген мейрамхана ішінде жеңіл әуен, күміс бокалдардың сыңғыры, әсем дауыстардың аралас гуілі естіліп тұрды. Бұл жиын іскерлік те, жартылай салтанатты да кешеді. Мұнда ірі инвесторлар мен серіктестік жобалар талқыланбақ. Зал қызметшісі қонақтарды бос үстелге алып барып отырғызды. Санжар Санияны сонда қалдырып, өзі орталық үстелге әкесінің қасына беттеді.
Бір кезде Санжардың әкесі, еңселі, салмақты кісі, микрофонды қолына алды. Әңгімелердің гуілі бір сәтке басылып, зал ішін оның байсалды, салмақты дауысы кернеді. Құрметті достар, серіктестер, деді ол. Бүгін біз ортақ жобаларымызды талқылау үшін жиналдық. Бірақ менде бұдан да маңызды жаңалық бар. Бұл туралы сіздерге менің ұлым хабарлайды. Кәне, Санжар, Баян, сахнаға көтеріліңдер. Ол кідіріп көз жүгіртіп залды шолды. Назарларыңызды мына көрікті, болашағы зор жас ханымға аударыңыздар, деді Санжардың әкесі салтанатты үнмен. Өте жақында ол баршаңызға танымал есімге айналады. Жұрт қол шапалақтап үлгерместен, Баян жарқылдап сахнаға беттеді. Бетінде менмен күлкі, көзінде жасанды жылтыр. Артынан Санжар ілесті. Бикеш микрофонды қолына алып, әдемі позаға тұрып балқи сөйледі. Мен сондай бақыттымын. Менің Санжарым бәріне келісті, деді ол жеңісті дауыспен, сол қолын әдемі қимылмен соза беріп. Санжардың қолында кішкентай қорапша жарқ етті, ішінде Сақина. Бірақ ол асықпады. Сүйіктім, неге тұрып қалдың? Деп Баян жасанды еркелігімен кекете күлді. Тездет, кигізсеңші Сақинаны. Бірақ әдетте жуас, бәріне көнгіш Санжар бұл жолы күтпегендей қырсығып қалды. Тоқта, Баян, деді ол шашын серпіп тастап. Алдымен осы жиналғандардың көзінше сұрайын. Сен менің адал жарым болуға дайынсың ба? Қуанышта да, қиындықта да бірге болуға. Баян жасанды күлкіге басты. Әрине, ақмағым, неге кенет бұлай сұрай қалдың? Қатты толқып тұрсың ба? Жоқ, мен толқып тұрған жоқпын, деді Санжардың үні қатайып. Бірақ мен сенің сөздерің мен ниетіңнің шындығына күмәндана бастадым. Баян өңі қуарған күйі орнынан сәл қозғалып қалды. Санжар, не айтып тұрсың сен? Деді ол жасанды өкпемен. Біз бір-бірімізді сүйеміз ғой. Ал меніңше сен мүлде басқа біреуді сүйесің, деді Санжар зілді дауыспен. Бұған куәм бар. Ол қолымен залдың бір бұрышындағы үстелдің басында отырған Сәнияны нұсқады. Баян көзін сығырайтып, әлгі қызды анық көрмек болып қарады да мысқылдап күліп жіберді. Мен бұл бикешті өмірімде бірінші рет көруім, деді менмен дауыспен. Оның мына өз қолымен тіккен күлкілі көйлегіне қараңыздаршы. Сен не менің ерекше күнімді бұзу үшін әлде бір көшедегі актрисаны жалдадың ба? Санияның беті ду ете қалды. Бұл тек қорлау емес еді. Бұл оның арманына, еңбегіне, киіміне жасалған соққы болатын. Ол орнынан баяу, бірақ нық тұрды. Сізден айырмашылығым, мен актриса емеспін, Баян, деді ол анық әрі қатты дауыспен. Мен сіздің опастығыңызға куәмін. Сіз 200-ді сатқын әрі шындықты білмейтін өтірікші әйелсіз. Санжар оның сөзін қолдағандай әкімшілікке белгі берді. Залдың бір бұрышындағы оператор пультке еңкейіп батырманы басты. Кенет алып экранда Санияның ательесіндегі бейне пайда болды. Жоғары сапада жазылған таныс дауыс жаңғырып естілді. Ол маған ессіз ғашық, нағыз ақымақ, итше артымнан жүреді. Ал оның әкесінің бизнесі жақын арада менің қолыма түседі. Ал кейін басты сүйікті орынбасарым кім болады деп ойлайсың? Мен сенікімін, Зураб. Залда өлі тыныштық орнады. Баянның жүзі кенет бозарып ақ матадай ағарып кетті. Ол жазбаның соңына дейін тыңдауға дәті жетпей, ызадан есінен танардай күйде сахнадағы микрофонды жұлып алып, еденге лақтырып жіберді. Сен түкке тұрғысыз тігінші, деп ысылдап Сәнияға қарай ұмтылды. Бірақ Санжар жылдам қимылдап, оның қолын қапсыра ұстап алды. Тиіспе оған, Баян, деді ол қатаң үнмен. Бикеш кенет сылқ етіп қалды. Көздері алақтап залды шолды. Енді ол бұрынғыдай ешкімді билей алмайтынын, Санжардың енді оған бағынышты емес екенін, ал айналасындағы ер адамдардың, оның ішінде Санжардың әкесінің де, залда отырған қонақтардың да, бәрінің көзқарасы тек жиіркеніш пен менсінбеушілікке толы екенін түсінді. Кеше ғана өзіне арналған жеңіс деп ойлаған бұл кеш, енді оның өміріндегі масқара түнге айналған еді. Баян сәл тұрып қалды. Бар тәкаппарлығын жоғалтып, бетін алақанымен бүркеп, көз жасын жасыра алмай мейрамханадан тұра қашты. Залда ауыр тыныштық орнады. Ең бірінші болып есін жиған Санжардың әкесі микрофонды көтеріп байсалды үнмен сөйледі.
Құрметті достар, деді ол сабырмен экранға қарап. Мына Бикештің кім екенін өз көздеріңізбен көрдіңіздер. Енді ешқайсыңыз оның арбауына түспейсіздер деп үміттенем. Халықта жақсы сөз бар. Ескертілген адам, қорғанған адам. Ол сәл аялдап, ұлына бұрылды. Мен сенімен мақтанам, балам. Сен әулетіміздің абыройын сақтап, дер кезінде алаяқ әйелдің бетпердесін сыпырдың. Санжар микрофонды алып залға қарады. Бұл шындыққа жету үшін менің еңбегім емес, деді ол анық дауыспен. Мұның бәрі бір адал қыздың арқасы. Ол өз өмірін тәуекелге тігіп, мені ғана емес, біздің отбасының намысын да қорғады. Осы сөздерден кейін ол жарық түскен ортаға Сәнияны алып шықты. Бикеш ұялғаннан бетін төмен салып тұрды. Бұл Сәния, деді Санжар ерекше жылы үнмен. Ерекше дарынды, сәнгер, шебер тігінші. Мына үстіндегі көйлекті ол өзі ойлап тауып өз қолымен тіккен. Қараңыздаршы, қандай әсем, қандай мінсіз жұмыс. Санжардың әкесінің достары жас әйелдің үстіндегі талғампаз төгіле құйылған көйлекке қызға қарады. Сол сәтте сән әлеммен байланысы бар беделді қонақтардың екеуі алға шықты. Кешіріңіз, Сәния, деді олардың бірі қызығушылықпен көйлектің әр тігісін көзімен шолып. Бұл нағыз түпнұсқалық шешімдер. Жұмысыңыз таза, кестесі мінсіз. Біз сіздің дизайнерлік идеяларыңызға инвестиция салып, алғашқы сән көрсетіліміңізді біздің үйіміздің аясында өткізуге ниеттіміз. Сәнияның бойын толқыныс биледі. Денесі от боп күйіп, жүрегі дүрсілдеп кетті. Қарапайым тігінші қыз кенет бай инвесторлардың алдында тұр еді. Санжар оның абдырағанын байқап, әңгімеге жұмсақ араласты. Құрметті мырзалар, деді ол жылы жымиып. Сәнияның талантына баға бергендеріңізге шын ризамын. Ол қазір шығармашылық жұмысына түгел беріліп жүр. Сондықтан келіссеңіздер, мен оның өкілі ретінде барлық іскерлік мәселелерді өз мойныма алайын. Барлық егжей-тегжейін кейін кеңірек талқылайық. Сәния оған ерекше ризашылықпен қарады. Санжар оны өзіне жат, қиын іскерлік әңгімелерден қорғап қалды. Арада біраз уақыт өтті. Сәния өз киім желісін құрды. Ал Санжар оның сенімді серігі, әрі даму жөніндегі директоры болды. Ол әкесінің компаниясынан инвестиция тартып, олардың ортақ ісін жылдам өркендетуге көмектесті. Сәния енді бар күшін шығармашылыққа арнай алды. Жаңа үлгілер ойлап тауып, жас әрі талантты дизайнерлерге мүмкіндік берді. Олардың батыл да ерекше туындылары сән әлемін баурап алды. Жаңа трендтер енді дәл солардан басталатын. Сәния әлемнің есімі сән әлемінде танымал брендке айналды. Ал ортақ табыс пен өзара сенім олардың арасындағы байланысты бірте-бірте нәзік сезімге ұластырды. Осылайша олардың кәсібі тек табысты жоба ғана емес, махаббатпен өрілген отбасылық бақыттың да бастауы болды. Құрметті тыңдармандар, егер сіздерге әңгіме ұнаған болса, Қазақ арнасын қолдап, лайк басуыңызды сұраймын. Сіз үшін бір шерту, ал мен үшін өте маңызды.